Зертханалық жұмыс ауксиннің өсімдіктерге әсерін зерттеу. Мақсаты мен құрал-жабдықтармен танысып, жұмыс барысы 4 кезеңнен тұратынын көре аламыз. Осы жұмыс барысын орындау барысында нәтижесін кестеге толтыруымыз қажет. Ең алдымен ауксин жайлы жалпы ақпаратпен бөлісейік. Өсімдіктегі фототропизмді зерттеу барысында Чарльз Дарвин ауксиндерді ашады. Фототропизм дегеніміз өсімдіктердің жарыққа қарай иілуі болып табылады. Бақылау барысында ол тек өсімдіктің ұшы ғана майыспайтынын ашқан екен. Егер ұшын кессек, майысу көрінбейді. Осы бақылауларға сүйене ол циферблат калиптоилдағы химиялық заттар жарыққа майысады деген қорытындыға келеді. Ал 1913 жылы Джейсон сұлы майынан таңғажайып тәжірибе жүргізеді. Ол жұқа шекара қойып, пышақ тәрізді сол және оң жаққа бекітеді. Сол кезде жарық оң жаққа түседі. Ал сол жаққа қойылғаны мүлде майыспайды. Бұл тәжірибе арқылы майысуды тудыратын химиялық заттар екендігі анық. Олар диффузиялық, жарыққа алыстайды, жарық әсерінен жойылу немесе активацияланбауы мүмкін. Жасушаның ұзаруының жылдамдығы әрқалай болады. Графикте жоғарғы концентрациясын көре аламыз, мысалы 10-нан 2-ге дейін. Осылайша жарыққа өркен мен тамырдың әртүрлі нәтиже көрсететінін көруге болады.